Қайырлы кеш қазақ елі, бүгін 26 маусым 2025 жыл. Күні кеше президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзіне ыңғайлы журналистерге шүлен таратқандай парасат, еңбек ері қаптаған марапат таратты. Енді солардың ішінде енді Ақордаға ұнайтын өзінің YouTube каналы бар, Абай деген жігіт бар, Евразия ұлттық университетінің студенті болған Абай Сейфуллин деген, сол марапатталды, жас жігіт. Енді үнемі Ақорданың тапсырысымен сен анадан сұхбат ал, мынандай сұрақтар бер, мынандай сұрақтар берме деген өзіне ыңғайлы жас жігіт. Енді сөз бостандығы дүние жүзінде жаңа еркін өзінің ойын азаматтық қоғамды құрамыз деген Қасым-Жомарт Тоқаев өкінішке қарай тілшілерді тізгіндеп отыратыны бесенеден белгілі. Енді білмеймін, 365 күн бір жылда қаптаған мереке, Құдайдың құтты күні, міне 20 маусым медицина қызметкерлерінің күні деп бүкіл медицина қызметкерлеріне шүлен таратқандай орден таратты. Ертесіне 23 күні полиция қызметкерлеріне полиция күні деп таратты, дүйсенбі күні. Одан алдын сот орындаушылар әділет қызметкерлері әділет министрлігінің деп 21 сол күні таратты. Құдайдың құтты күні шүлен таратады. Қасым-Жомарт Тоқаевты ұялмайды, алып жатқандарда ұялмайды. Жыл 12 ай осылай шүлен таратқандай таратады. Қазақстанда орден алмаған Алматыда Мырзан Кенжебай, Астанада мен шығармын. Мен алған жоқпын, өйткені билікте сынап жүреміз, айтып жүреміз, мына жерің дұрыс, мына жерің бұрыс деген сияқты. Ондай адамдар ешқашан орден алмайды. Керегі де жоқ, мына жемқор биліктің ордені да, медалі да, ол ешқандай тұрғысыз қадір қасиеттен жұрдай, не беделі жоқ, әшейін бір жапырақ қағазды соны алып іржаңдап суретке түсіп, Инстаграм, әлеуметтік желіге, тиктокқа салып мәз мейрам болады. Кезінде талай жыл бұрын, осыдан 10-15 жыл бұрын мәдениет журналына қадірі кеткен мемлекеттік сыйлық деген тақырыпта Мырзан Кенжебай жазып еді. Талай қалай алып жатқандағы мемлекеттік сыйлықты таластырып қойған, итке сүйек лақтырғандай мемлекет кеңес одағынан орыстардың ойлап тапқан дүниесі. Әйтеуір оны алам деп таласып, тартысып, мен енді қағаз апарып дәрігерден менің екі апта ғана өмірім қалды деп кейбір ағаларымыз сол мемлекеттік сыйлықты алғанын бәріміз білеміз. Айтпай-ақ қояйық, атын атап түсінсесең өкпесін алып жүгіріп келеді бізге. Айтпай-ақ қояйын кім екені. Одан кейін осы жылда 28 маусым журналистер күніне орай алдын Нұр Отан, қазір Аманат партиясы бір журналистердің арасынан ең үздік журналист, жазатын журналист, радиодағы журналист, тілшілердің арасынан жаңағы телеарнадағы журналист деп қомақты қаржы 1 миллион ақша береміз, 500 мың береміз екінші орынға деп былай жарыс ұйымдастырғандай болады. Оның алдын ала комиссия, оның алдын ала кімге беретінін алдын ала келісіп қояды. Оны бесенеден белгілі 2005-тен бастап 2015 ба 2016-ға дейін 10 жыл қатарынан Айқын газеті алып отырды. Оның редакторы қазіргі таңда сенат болып отырған Нұртөре Жүсіп деген ағамыз. Сол ақыр соңында мен жариялаған кезде мен Facebook парақшама жазып қойғам. Әй, Назия жоя берген қызы, оны жаза бергенше не керегі бар? Оны бірден Айқын газетінің редакторы Нұртөре Жүсіпке бере салсайшы оны. Жылда адамдарды мазақ қылып, 10 жыл болды ғой, қатарынан сол кісі алады, басқа ешкім алмайды. Біз мына жақтан Қуандық Шамақай екеуміз неше түрлі мақалаларды майдан қыл суырғандай жеткізіп жазамыз, ештеңе алмаймыз, бір жапырақ қағаз да бермейді. Ақыр сонда қолын бір сілтедім. Қазақстанда бұндай жарыс деген алдын ала келісіп жатады. Оның алдын ала кім беретін, кімге беретін, мысалы жүлде 1,5 миллион теңге беретін болса, алдын ала ананы шақырып алады да, біз сенен 1,5 миллион алды деп айтамыз, 300 миллионды бізге бересің, 500 мың саған береміз деп шешіп қояды екен. Оны талай рет Қуандық Шамақай жазды, айтты. Одан не керегі бар? Көзбояушылық. Біздің Қазақстанда сол үшін ештеңе дамымайды. Түсініп жатсыздар ма? Оның бәрінен басынан өткесін айтып отырмыз, біле жүрсін деп. Сосын кілең журналистерді әйтеуір телеарнаға шыққан, қазір ешкім теледидар көрмейді.
кім телеарнаға шықса болды, ана әдемі сөйлесе болды, ана твиттерге қарап оқып беретін Дана Нұржігіттің өзі сенатор қылып қойғаннан кейін не сұрайсың? Ол қазір кетіп қалды сенаттан. Одан кейін жаңағы Нұртөре Жүсіптің өзі сенатор болды. Назарбаевты жер-көкке тигізбей көзінше мақтап көпшіліктің алдында сенатор болып қонжиып отыр. Ол ештеңе шешкен жоқ. Ана Facebook парақшасына жазып атқанда бір сөйлемнен бірнеше қате тауып жатырмыз. Сол Нұртөре Жүсіптің ағамыздың. Жамандаған емес. Өкпелесе өкпесі қақайырсын. Бәрі қате көріп отырмыз ғой. Грамматикалық қате өріп жүреді өкінішке қарай. Сондай журналистер енді қарап отырсаңыз, қарным ашады кәдімгідей. Жылағым келеді. Журналистиканың деңгейі өте төмен бізде. Мына соңғы сарапшы бүгін ғана айтты, Азаттық радиосынан, жаңалықтардан айтып жатыр. 180 мемлекеттің ішінен Қазақстан сөз бостандығы, еркін ойлау деген жарыс болғанда 145-ші орында дейді. Бұл ненің айғағы, ненің көрінісі? Демек біз көштің соңында деген сөз. Бізде айтқаның ауыз жаман, жылағаның көз жаман дегендей, бәріміз айтамыз, барлығын бәрі іске асырмайды ары қарай, өкінішке қарай. Сол сияқты бір жылда 365 күн бойы Қазақстанда Құдайдың құтты күні, әкелер күні, балалар күні, Келон күні, жаңағы Кришнаиттер күні, дін басылар, құрбан айт, әйтеуір жай күн жоқ. Құдайдың құтты күні осылай, сот орындаушылар күні, полиция күні, жаңағы медицина күні, анаусы күні, сөйтетті шүлен таратқандай Тоқаев тарата береді. Ол алып атқандардың не қадір қасиеттен жұрдай болды. Бұл кімге керек? Осы түсінбеймін. Және университеттердің Қазақстандағы түрін қарасаң, жылағым келеді. Мен сіздерге айтып берейін. Астана қаласында 10 шақты университет бар. Солардың Нәріпбаев атындағы университетте 10 мыңға жуық бала оқиды екен. Бакалавр, магистр. Солардың барлығы сабақтарын ағылшын тілінде өтеді, бастан аяқ. Менің бір танысым оқиды. Үзіліске шықса орыс тілінде сөйлейді. Ал қазақшадан жұрдай, дым білмейді. Сөйтеді да 4 жыл оқып диплом алып шығады да, олардың бәрі Лондонға көшіп кетпейді ғой, көкем-ау. Сонда біз кімді дайындап жатырмыз? Тек Назарбаев, мына Қазгу Нәріпбаев атындағы университет емес. Назарбаев университеті, Әл-Фараби Алматыдағы біраз университеттер бар, жекеменшік университеттер бар. Мына Евразия ұлттық университетінің халықаралық қатынастары бар. Тағы да сондай нелі сабақ ағылшын тілінде, үзіліске шығады орыс тілінде сөйлеседі, ал қазақша сөйлемейді. Бүкіл жаппай қазақ есінен адасып, ақымақтық, бұлардың бәрі қай мемлекетке қызмет етеді? Жаңағы ана тілін білмеген анасын сатқан желікбас, ана тілін сүймеген отан сүйіп жарытпас деп баяғыда Шалкез 15-ші ғасырда айтып еді. Мынау 21-ші ғасырда біз сонда ана балалар бітіріп шыққаннан кейін диплом береді, бара ғой дейді. Олар барады да әр жерге барып телміріп, жұмыс таба алмайды. Жұмыспен қамтамасыз ету тетіктері бізде қарастырылмаған. Жастар бірінші сенің жаңағы опытың керек дейді. Опыт қалай болады жұмыс істемегесін? Сөйтіп анда-мында бәрінің бірі әкелері, шешелері министерствода істемейді ғой, тығып қоятын бір жерге. Сөйтіп қаңғырып жүріп, не күзетші, охранник, анда-мында ресторанда администратор болып жүріп өткенде бір танысымыз. Сол сияқты жұмыс жоқ болғандықтан әр жерге барады, сосын барады да Лондонға барып, жаңағы құлпынай тереді. Осындай болып қалды өкінішке қарай. Әркімге бірдей. Басы анау Сеулде жүр жастарымыз. 20 мен 40-тың арасындағы тепсе темір үзетін азаматтар. Оның қалай сондай біздің болашағымыз болады? Кеңес одағында мысалы біз пионер болған адамдармыз. Ауылда жаңағы үлкен әже мен аталарға біз көмектесіп, солардың отын жарып, суын тасып беріп жүретін едік. Сол қазір біреуге балдар жұмыс істемейді. Жұмыс істей алмайсың. Әке-шешесі баж ете қалады. Болмаса солар пионер болдық қой. Мысалы қазір студенттерден сұрасаң, 20-ның ожақ бұжағындағы балдар. Асарға біз үйдің алдында көршілерге бар, асарға көмектесетін үй салуға, киіз тартуға, әйтеуір бір адамның қолынан келмесе, бәрі асар деген бәрі жабылып жұмыс істейтін ек. Соған барып қауын қарбыз береді, соған мәз болып тамақ жеп, олардай шулап қайтатын ек. Сол баламыз мәз болатын ек. Қазір 20-дағы баладан асар десең, что это такое дейді. Ол асардың екен білмейді. Құдай-ай, біткен. Түйенің баласы бота, сиырдың баласы бұзау, жылқының баласы құлын, тай, жаңа қойдың баласы қошақан, қозы, ешкінің баласы лақ екенін білмейді. Университетте оқитын 20 жасар бала студенттер. Біткен шаруа. Білім нөл. Осындай бала адамдардан не күтесің көкем-ау?
дым жоқ қой білім саласы, Құдай-ау. Бір кітап оқымайды өмірінде. Таңертеңнен кешке дейін жаңағы мына телефонның ішіне кіріп кеткен. Бұл телефонды мен атын қойдым, қара тажал деп. Қара тажалға кіріп кеткен. Таңның атысы, күннің батысы. Ал басқа 4 күн өркениет деген таңғы 6-да тұрады, кешкі 10-да жатады. Жапония 120 миллион халқы бар, кешкі 10-да жатады, таңертең 6-да жұмысқа кетеді. А біз қазақтар түнімен Instagram, TikTokта отырады, түнімен айқайласады, өсек аян, ұрыс керіс айқайшу, тікелей эфирге кіріп алады, улап шулап түнімен ұйықтамайды, таңертең обедке дейін ұйықтайды. Содан қалай дамиды Қазақстан? Айтыңызшы. Осыдан кейін не болады, қалай оңады Қазақстан? Қазақ оңбайды мына түрмен. Осында айта аузымыз ауырды, жалықтық. Құдай-ау, осындай сөйтеді, марапат құмар. Кеше мына қызымыз мектеп бітірді Астанада. Бүкіл жапа тармағай бәріне грамота беріп шықты. Кімге керек ол? Барлығы. Баяғыда біздің кезде ешкімге грамота бермейді. Ең үздік 1-2 балаға берсе беретін шығар, оның өзі. Қазір жападар бәріне береді. Бәрі шетінен жұлдыз қолын көтеріп, Майкл Джексон. Күлең жұлдыздар тәрбиелеп жатырмыз. Солар, мен 100% айтам, бір кітап оқымаған, 11 жыл мектепте оқып. Бір кітаптың бетін ашпайды. Шетінен осындай адамдарды біз тәрбиелеп жатырмыз, өкінішке қарай. Біреуге көмектесу, қолынан келгенше жақсылық жасау дегенде жоқ. Біреу құлап жатса, аузына су тамызбайды. Міне көшеде ойнап жүрген балдар бәрі орыс тілінде сөйлеп жүр. Міне мен Астананың қақ ортасында тұрам. Міне еңбек деген баладан еңкейген қарияға дейін бәрі орыс тілінде сөйлейді. Не түрін қарасаң, баяғыда 100 жыл бұрын Ахмет Байтұрсынұлы айтып еді, түрі қазақ, тілі орыс, бұндай қазақ көріп пең дейді. Мына қалай ел боламыз? Мына түрімізден тығырықтан шығу екіталай. Лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, көріскенше күн жақсы. Сау, саламат болыңыздар.